Буын аурулары бір күнде басталатын ауру емес. Ол ұзақ жылдарға ұласқан созылмалы аурулардың, инфекциялық аурулардың, жарақат алғанның әсерінен туындайды. Буын ауруының алғашқы белгілері: тісе саусақ буындары ауыра бастайды, ісінеді, қызарады, қозғалыс қиындайды. Осы уақытта арнайы дәрігердің тексеруінен өтіп, қажетті ем жасалмаса, буын өз қызметін тоқтата бастайды. Адамның жасы ұлғайған сайын сүйегі әлсізденеді әрі сынғыш келеді. Ал қан тамырлары өзінің иімділігін жоғалтады. Салдары буын зардап шегеді. Ауруды, әсіресе буын ауруын емдеу өте қиын әрі ұзаққа созылады. Сондықтан да ауруды емдеу үшін емес, аурудың алдын алу үшін қамданайық. Аурудың алдын алу үшін үш нәрсе қажет: дұрыс тамақтану, ағзаны қажетті минералдар мен дәрумендермен қамту, аурудың белгілері біліне басталысымен-ақ емді бастау. Енді бастау алған буын ауруларын емдеу үшін дәріханаға жүгірудің қажеті жоқ. Ас үйіңіздегі мына заттардың көмегімен аурудың алдын алсаңыз болады. Ол үшін бізге лавр жапырағы керек. 20-30 дана лавр жапырағын 2 стақан қайнаған суға салып, отқа қоясыз. 5 минуттай қайнаған соң қайнатпаны термосқа құясыз. Шамамен 3-4 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, аз-аз жұтымнан ішке қабылдайсыз. Тұнбаны 12 сағаттың ішінде ішуіңіз керек. Емделу уақыты 3 күн. 1 апта үзіліс жасап, қайта жалғастырасыз. Лавр жапырағынан дайындалған тұнба ағзаны шлактан, тұздан тазалайды. Тұз буын ауруының пайда болуына септігін тигізетін бірден-бір жау екенін ұмытпаңыздар. Тауық шеміршегі. Тауық шеміршегі коллагеннің қайнар көзі. Оның құрамында буын ауруларымен күресетін ақуыз бар. Ем үшін түрлі мәзірін байқап көрсеңіздер болады. Күнде таңертең аш қарынға 1 шай қасық ұнтақталған шеміршекті жеңіз. Артынан 1 стақан апельсин шырынын ішесіз. Шеміршекті суға салып, отқа қойыңыз. Баяу отта бірнеше сағат қайнау керек. Дайын болған сорпаға тұз, бұрыш, лавр жапырағын қосып, күніне бірнеше рет ішіңіз. Келесі әдіс: аш қарынға тауықтың табанын жесеңіз де болады. Соңында лимон қосылған су ішу керектігін ұмытпаңыз. Шеміршектен холодец әзірлеп жесеңіз де керемет ем болады. Егер 1 апта үзбей тоңазыма жесеңіз, ағзаңызды қажетті дәрумендер мен минералдарға толықтыра аласыз. Жұмыртқаның қабығы ежелден кальций элементіне бай екені дәлелденген. Оның құрамында фтор, марганец, мыс, күкірт, темір және тағы да басқа пайдалы микроэлементтер бар. Ем үшін жұмыртқаның қабығын сабынды жылы сумен тазалап жуасыз. Сосын мұқият ұнтақтап алыңыз. Дайын болған ұнтақты таңертең кез келген асқа қосып жеуге болады. Күріш. Қайнатылған күріш ағзадағы артық тұзды шығарады. Ол үшін 1 стакан суға 2-3 ас қасық жуылған күрішті салып, бетін жауып қойыңыз. 1 тәуліктен соң жанына күріш салынған тура сондай 2 стакан қоясыз. Ал 1 стаканның суын ауыстырыңыз. 3 күнге де осы әдісті қайталайсыз. Бұл жолы 1 мен 2 стакандағы суды ауыстыру керек. Тап осылай күріш салынған 5 стакан дайындайсыз. Күріштің суын күн сайын ауыстыруды ұмытпаңыз. 5 күні 1 стакандағы күрішті сумен ыдысқа құйып, отқа қоясыз. Баяу отта пісіру керек. Піскен күрішті тұзсыз, нансыз таңертең аш қарынға жейсіз. Күріштен соң 3-4 сағатқа дейін ас су ішпеуге кеңес береміз. Емделу мерзімі 40 күн. Жылқы каштаны. Жылқы каштаны тұқымының терісі өте күшті емдік қасиеттерге ие. Бұл тұқымның қабығынан алынған тұнба ерлердің простатит, аденома сияқты ауруларын емдейді. Ол геморрой мен гипертония емдеу үшін де қолданылады. Соның ішінде буын ауруларына таптырмас ем болып табылады. Жылқы каштанынан жасалынған тұнба өте оңай дайындалады. Тіпті дәріханадағы дайын жақпа майларынан да емдік қасиеті артық. Ол үшін 20 грамм жылқы каштаны жемісін алып, оны 400 мл спиртте ерітеміз. Қақпағы бар қараңғы ыдыста
немесе бөтелкеде жақсылап араластырамыз. Қақпағын жақсылап жауып, қараңғы бөлмеде 10 күнге сақтаймыз. Міндетті түрде күн сайын бөтелкені араластырып тұрамыз. Бұл өте маңызды. 10 күннен кейін дайын болған тұнбаны буындарыңызға жақсаңыз болады. Бұл ревматизм, полиартрит және радикулит сынды ауруларға таптырмас ем болып табылады.